Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге әртүрлі жемістерден қысқа арналған компот ұсынатын боламын. Ол үшін алдын ала жемістерімізді жақсылап жуып, шайып, дайындап аламыз. Және жуылған банкілерімізді әрқайсысын 2-3 минуттан крышкасымен парланған банкіге алмамызды 5-6 сарғалыдан және 5-6 өріктен саламыз. Бәрін жақсылап сап болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық судан жеміс жидектеріміз батқанша құямыз. Енді осыларды әрқайсысын 10 минуттан қойып төгеміз, суын ауыстырамыз. Және де 2 литрлік банкіге 200 грамдай, егер банкілеріңіз 3 литрлік болса, 300 грамдай қантты саламыз. Шекерімізді салып, үстіне тағы да қайнаған ыстық суымызды құямыз. Сөйтіп закрывашканың көмегін, банкі жапқыштың көмегімен жақсылап ары-бері қозғалтып, жақсылап жауып аламыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осымен қыстық компотымыз дайын. Жақсылап ары-бері араластырып аламыз. Сөйтіп төңкеріп бетін жауып қоямыз.